Саламатсыздар ма достар, біз сіздермен қыстық сыртқы киімдерді жинау видеосын тамашалайтын боламыз. Ол үшін менде осындай каркасты киімдерді жинауға арналған органайзер бар. Ең алдымен етегі ұзын куртканы жинайтын боламыз. Әрине ең бірінші қалтасын тексереміз. Менде ішінде тиын және маска бар екен. Алып толықтай тазалап, қалталарын жабамыз. Замогын толықтай жабамыз. Одан кейін жеңдерін осылай айқастырып, капюшоннан бастап дөңгелетіп жинаймыз. Етегін қалта сияқты кигіземіз. Барлық курткаларды осылайша жинайтын боламыз. Қысқа куртканы жинаудың әдісі дәл солай. Балаларымыздың да курткаларын дәл осылай жинаймыз. Жиналған курткаларды біздің органайзеріміздің ішіне саламыз. Ол өте сыйымды тұрады, бір байқағаным. Сонымен қатар бас киімдер мен снуптарды ұмытпаймыз. Бір-біріне кестіреміз, оны да жоғалтып алмау үшін. Және бос тұрған қуыстарға салатын боламыз. Айтпақшы, қолғаптар жайлы ұмытып кетпеңіздер. Біздің қыстық киіміміз толықтай жиналды. Тамашалағандарыңызға рахмет. Лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.